Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Картоп көкөнісінің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Ол С, П және Б тобындағы дәрумендер мен кальций, магний, мыс, мырыш, марганец, фосфор, фтор, хлор, йод элементтеріне өте бай. Оның құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 грамм С дәрумені болады. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Аяқ пен қолы сінген жағдайда картоптың қабығын ашып, үккіштен өткізесіз. Үгілген картопты сінген жерге жағып, 15-20 минут жата тұрыңыз. Сыртын түкті сүлгімен жақсылап орауды ұмытпаңыз. Егер артериалдық гипертониямен ауырсаңыз, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз, керемет ем болады. Остеохондроз дертіндей картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үккіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазаныңызда қыжыл болса, жүрегіңіз айныса, басыңыз ауырса, балғын картоп шырынын ішіңіз. Күніне 3 рет таңертең аш қарынға, түсте астан жарты сағат бұрын, кешке ұйқыдан 1 сағат бұрын ішеді. 2 апталық емнен соң 6 күн демаласыз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ крахмал холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көлемін ағзадан артық суларды сыртқа шығаратында қасиетке ие. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар тамақтану рационына картопты кіргізіп қою керек. Халықтық медицинада картоппен күйген теріні, қышыманы емдейді. Ол үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, оны күйген жерге таңып қою керек. Картоптың егерде сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, қайнап піскен картопты көбірек жеңіз. 12 елі шектің ойық жарасымен ауырса, оған 10 күндік 2 курсты тағайындау керек. Тамақтанудан жарты сағат бұрын 10 ас қасық жаңа сығылған картоп шырынын ішу керек. Күні бойы шырын 2-3 рет қолданылады. Осы уақыт ішінде шырын ішек қабырғаларында жараларды емдеуге ықпал ететін қорғаныс қабығын жасайды. 10 күндік үзіліспен 2 курс өткізіледі. Панкреатитке арналған картоп шырыны коктейль түрінде ішіледі. Композиция 12 ас қасық сәбіз және 12 ас қасық картоп шырынын қабылдау арқылы дайындалады. Шырындар қоспасын тек таңертең аш қарынға ішу қажет. Емдеу 10 күннің 2 курсына созылады. Екіншілік емді дәрігермен келіскеннен кейін 3 айдан кешіктірмей қайталауға болады. Гипертониясы бар емделушілер таңертең аш қарынға ұйқыдан оянғаннан кейін 10 күн бойы картоп шырынын ішсе, нәтижесі бірнеше күннен кейін байқалады. Дене калий мен магнийге қаныққан, жүрек бұлшықеті күшейтілген. Бірақ сіз қалған мүшелерді ауырлатпау үшін шырын қабылдауды 20 күннен кейін ғана қайталай аласыз. Доза мөлшері стандартты. Бір уақытта 10-12 ас қасық. Картоп шырыны гастритпен ауыратын адамдарда қышқылдықтың төмендеуі мен асқазан сөлінің агрессивті қасиеттерін төмендетеді. Өңеш пен асқазанның қабырғаларын жабатын крахмал бұл қабынған қабырғаларды қорғайды. Шырын жүкті әйелдерге токсикозды төмендетеді. Бірінші триместрде бұл жүрек айнуын жеңуге көмектеседі. Екіншісінде жүрек айнуымен және үнемі іш қатудан сақтайтын дәрі десек те болады. Таңертең және кешке шырынды 7 күн үзіліспен алыңыз. Егер нәтиже бірінші реттен қол жеткізілсе, оны асырақ пайдаланбау қажет. Картоп шырынын геморройды емдеуде және нәжістің жұмсартылуына ықпал етеді. Шырынға малынған дәке проблемалық аймаққа 3 аптаға дейін салынады. Жарықтары жазылып, ауырсыну көріністері аздаяды.
Жаңадан дайындалған картоп шырыны ежелден танымал емшілердің денесінде трофикалық жаралар мен күйіктерді емдейді, ауру сезімін басады, жаралар тез жазылады. Ангина кезінде картоптардың ұсағын таңдап алып, жақсылап жуып, ыдысқа аз мөлшерде су құйып қайнатамыз. Суды аз құюымыздың себебі бұл судан емес, картоптан шығуы тиіс. Картоптан иісі қатты шыққан соң отты сөндіріп, ыстық ыдысты үстелдің үстіне әкеліп қоямыз. Басымызды көрпемен бүркеп алып, ыдыстың ішіне мұрнымызбен 10-15 минут шамасында терең демаламыз. Бумен демалып болған соң, салқындап қалмас үшін жылдам көрпе жамылып жатыңыз. Күніне 1-2 рет жасаған жөн. Жоғарыда жазылғандай, емдеу жолы ангинаны қайтаруға және тыныс алу жолдарының қабынуын басуға көмектеседі. Жоғары температура кезінде 2 картопты үккіштен ірі етіп өткіземіз. Оған біраз қасық сірке суын құйып, бірнеше қабатталған дәкенің үстіне салып шығыңыз. Дайын компрессті маңдайыңызға қоясыз, біраз уақыттан соң алып тастап, басқа жаңасын дайындап маңдайыңызға қойыңыз. Осы әдіспен ангинаны кетіруге де пайдалансаңыз болады. Ол кезде компрессті мойныңызға қойып, үстінен жылы орамалмен байлап тастайсыз. Күйік кезінде картопты тазалап, үккіштен ұсақтап өткізесіз. Оны 5-6 рет оралған дәкеге салып шығыңыз. Дәкені зақымдалған жерге қойып, үстінен жақсылап байлаңыз. 2 сағаттан кейін алып тастап, басқа жаңасына ауыстырыңыз. Егер қайнап жатырған су және май тамшыларына күйіп қалсаңыз, немесе қолыңызды ыстық ыдысқа басып алсаңыз, ауырып тұрған жеріңізге жылдам картопты тазартып, 2-ге бөліп басыңыз. Әр 2-3 минут сайын ауыстырып, жаңа картоп бөліктерін басу қажет. Үсу кезінде суықтан қолыңыз қызарып кетсе, қолыңызды картоп қайнатылған жылы суға салып, бірнеше уақыт ұстағанның өзі жеткілікті. Бет терісінің үсіп кеткен бөліктеріне картоп компрессін жасауға болады. Ол үшін қабығы ашылмаған картоптарды қайнатып, ыстық күйінде жылдам езіңіз. Ыстылған жоғалтпауы тиіс, яғни ыстық болу керек. Дәкеге немесе мата бөлігіне картоп езбесін жағып, зақымдалған жеріңізге суып кеткенше ұстау қажет. Одан соң мақтаны, лимон шырыны мен су араласқан сұйықтыққа малып, зақымдалған жерді бірнеше рет сүртіп шығыңыз. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.